Қайырлы күн, құрметті қонақтар. Бүгін Лев Николаевич Толстой атындағы облыстық кітапханада Сырбай Мәуленов атындағы мектеп гимназиясының қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі, педагог шебер, Ыбырай Алтынсарин төсбелгісінің иегері Досымова Зәмзәгүл Мұратбекқызы бізде қонақта. Қош келдіңіз. Біздің сұхбатымызға уақыт бөліп келгеніңізге үлкен рахмет. Енді біздің бүгінгі сұхбатымыз оқы және жең кітап оқу төңірегінде болмақ. Енді осы былай бастасақ, өзіңіз туралы қысқаша айтып кетсеңіз, және сіз қай жанрдағы кітапты ұнатасыз, соңғы оқыған кітабыңыз қандай, сол жөнінде тоқталып кетсеңіз. Өзімді таныстырып кетейін, жаңа енді айтып кеттіңіз ғой, осы қаламыздағы беделді қазақ мектебінің сіздің кітапханаларыңызға қарама-қарсы тұрмыз. Көршіміз Сырбай Мәуленов атында жұмыс істеймін, 28 жыл жұмыс істеп келе жатырмын сол мектепте. Бүгін өзіммен бірге осы подкастқа 6 және 7 сынып оқушыларын және 10 сынып оқушыларын алып келдім. Бұндағы мақсат балалар осы облыстық конкурсқа былтырдан бері қатысып жатыр. Былтыр 5 сынып болды бұлар повестерді оқып бастаған кезде. Биыл 6 сыныпқа көтерілді және 7 сынып. Олар да былтыр 6 классқа келген. Бұл жерде бір қуанатын жағдай, былтырғы 5-терде 6-лардағы конкурсқа қатысқан балалар барлығы 100% қайтадан қатысты. Өздеріне қатты ұнады осы конкурс, және биыл 7 сыныпта бала саны көбейді. Былтыр 6 сынып болған кезде олардан 6 бала қатысса, биыл басынан бастағанда 17 бала жазылған. Енді өзіме тоқталатын болсам, кітапты әрине көп оқимын, енді оның үстіне мұғалім болғаннан кейін кітап оқымау мүмкін емес. Қазір енді жанр өзгерді, әртүрлі жанр, көбіне психологиялық кітаптар, өзіңнің дамуыңа, өсуіңе байланысты, әртүрлі подкаст жанрындағы сол тыңдап солардың да аудио кітаптарына көп соған көңіл болып кеттім. Шынымды айтсам, аудио кітап оққаннан гөрі аудио кітап өте көп басым болып кетті қазір менде. Бірақ оның уақыты жоқ, таңертең ба, жұмысқа келе жатқанда, жолда, жұмыстың арасында, окошка дейміз ғой, сабақтың арасында болып қалған кезде сол кезде тыңдап аламын, өйткені оқуға қол тимейді. Былтыр осы оқыда жеңге мен өзім қатыстым. Жоғары ересектердің тобына бірден осы шыққан кезде конкурс қосылып. Биыл әртүрлі себептермен қосыла алмай қалдым. И балаларды да бақылау жасап отырдым. Бірақ биыл қатыспасам да өзім былтырғыдан ерекшелігі, биыл мен балаларға қолдау көрсетіп тесттер дайындаймын. Мысалы, олар енді кішкентай ғой, 6 класстар. 1 бөлімде бітеді, 2 бөлімде бітеді, 3 бөлімде бітеді. Ауылдан шыққан миллионерді, олардың көбісі балалардың әртүрлі себептермен кеш қосылып қалды да, соңы қосылғандар 5-ақ күн ғана қалды тестқа. Уже анау бүкіл кітапты оқып тауысы мүмкін емес балаға. Бұлар өздері түстен кейін сабаққа келеді, үйлерінен ерте шығады, түске шейін баратын жерлері бар, спорттары бар. Мүлде қолдар тимейді, кешке барғанда кеш болып қалады. Сосын кітап мәселесі де қиын, электронный оқиды кітапты. Кейде бұларда интернет болмай қалады мектепке келген кезде. Сол қиындықтан қалай шықтық, тест жасадым. Әрбір бөлімге жеке-жеке. Балалар сол тесттерді жасап, осы 6 класс, көбіне 6 классқа сөйттім, өйткені балалар кішкентай болғаннан кейін қиынға соқты. Сол тестпен олар кішкене түсініп алды. Сондай қолдау көрсеттім де, биыл өзім кішкене жырақтап қалдым осы конкурстан. Бірақ былтырғы конкурста 3 кітап болды ғой, енді әрбір кезеңдерде. Сол 3-інде оқыдым, бірақ ішіндегі ең қатты маған әсер қалдырған бұл Смағұл Елубайдың Ақбоз үй. Өйткені мен оны ең бірінші 5 рет оқыдым, 1 айдың ішінде. Содан кейін 2 рет кәдімгідей тестқа дайындалдым ғой. Кәдімгі жазып тұрып. Шығарманы 5 рет оқып шықтыңыз, қайталап. Ең бірінші 5 рет оқыдым, содан кейін 2 рет жаңа тест жасап, тестке жауап беріп, тест болады дегесін. Тағы да 2 рет, 7 рет оқыдым. Аудио кітабын шатыспасам, сол неше бөлім өзі, 11-12 бөлім бе, аудио кітапты бір 15 рет тыңдаған шығар. Күндіз-түні тыңдадым, қолым бос болған кезде. И әрбір оқыған, әрбір тыңдаған сайын басқаша қабылдайды екенсің. Басында енді мазмұнына мән бересің, одан кейін анау кейіпкерлердің аттары көп қой. Оларды жаттап қалуға тырысасың. Одан кейін жер су аттары көп Ақбоз үйде. Жер су аттарын есіңе сақтауға тырысасың. Енді ол жердегі оқиға көбіне Батыс Қазақстанда суреттелгеннен кейін
ол жердегі жер суаттар, әртүрлі шатқалдар өте көп. Соны есіме сақтауға тырыстым, тестта келіп қалатын шығар деп. Соны айтайын дегенім, кейін уже көркемдеуіш құралдарға көңіл бөлесің, арасында жылап та алдым, бөлістім көп, есімде қалсын деп, және ол есімде қалсын деп те емес, өзім оқымағаннан кейін бұрын ол кітапты мен фильмін ғана көргем оның ютубтан. Бірақ фильм мен кітаптың арасында жер мен көктей айырмашылық бар екен. Сосын енді өзім тіл маманы ретінде ары қарай оқи бастаған кезде қаншама жаңа сөздер, термин сөздер, диалект сөздер өте көп екен. Соның бәрін былай енді басында жай қызығушылық танытып, мазмұнын есте сақтайын деп оқығанмен, бірақ бірте-бірте өзімнің осы мамандығыма байланысты, кәсібіме байланысты әртүрлі нелерді қосқан кезде, оқу техникаларын қосқан кезде, енді керемет екенін түсіндім. Жалпы конкурсқа қатысу, білмеймін, маған ол ойдан қайдан келгені, мен хабарды естігенде, мектептен әлі естімей тұрғанда мен бірден жазылғам. Енді мен үшін өте бір, қалай айтсам екен, өзіме бір жарияланған не болды ғой енді, өзгеріс сондай. Өзімді дамытуға, жариялауға. Бұл енді байқаудың енді пайдасы мол, мысалы оқушыларыңызды қатыстырыпсыз, шақырыпсыз осыны оқуға. Ата-аналар қаншама жазды, чатқа рахмет айтып, ата-аналар балаларды осылай оқуға тартып деп. Енді мен өзім жылда, осы мына отыр ғой 6-шы класс, 7-ші класстарда, 5-ші классқа ең бірінші келген кезде балалар енді кітап оқымайды ғой, бастаушылар кішкентай кітап деп айтуға жарамайды, ертегілер оқиды. Ал енді 5-ші класс орта буын, және бұлар гимназия, басқа мектепке келеді. Енді олар алғашқыдан гимназияға көп мұғалімге үйрену қиын, оның үстіне кітап оқу деген ол енді бәрін алып жүру енді ол. Шындығына келген кезде жасыратын нәрсе емес, қиын. Мен бұрындары осыларға 5-ші класс алған кезде балаларға ылғи да менің атым Қожаны оқытатынмын да, өткен кезде бірден соның балалық саяхат, менің атым Қожаны кәдімгідей бір ай бойы оқытатынмын, сыныптан тыс. Біреулері ксерокопия жасайды, біреулері сатып алады, біреулері кітапханадан алады, сіздерден де келіп ата-аналармен алады. Сосын қорытындылайтын біз. Солай өзім жылда үрдісіп тұғын менде. Енді оған мынау конкурс қосылған кезде мен қуандым ғой, қатты қуандым. Балаларға мен қараған жоқпын, ешкімді де ала алған жоқпын. Барлығына бірдей түсіндірді, кім оқиды. Сол кезде мен ойламаған балалар шыққан ғой. Көшеде отырған қазір балалардың көбісі бұлар мен бұл балаларды оқиды, аяғына дейін апарады деп ойламаған. Балаларға қатты ұнады. Балалар қоңырауда келіп, өздерінің ойларын айтып кетіп жүрді. Апай, мен енді балалардың қуанышы түрлерінде көрініп тұрады. Ата-аналарға да қуаныш, баланың бір кітапты тауысқаны. Енді ата-ана ол үшін бәрін беруге дайын ғой балаларға, кітап оқыған үшін. Ол кітапты сатып алғаннан бұрында бәрін беруге де дайын деп ойлаймын мен енді. Подкаст біткеннен кейін балалардан сезімдерін сұрауға болады. Балалар айтады. Менде де сондай сезім болды. Анау көк бөрілердің көк жасын оқыған кезде басында түсінбей, жер суаттар көп, тарихи кезең, анау 12-ші ғасыр мен 13-ші ғасырдағы Шыңғыс хан дәуіріндегі шапқыншылық, сол кездегі халықтың психологиясы, басынан кешкендері, батырлардың, жыраулардың, хандардың, халықтың, сол кездегі енді тактикалар әртүрлі соғыста қолданған. Енді бәрін оқып, енді маған осы 3 кітаптың ішіндегі ең қиынға соққаны осы көк бөрілердің көк жасы болды ғой. Өйткені біріншіден өте ауқымды болды, екіншіден жұмыс бізде оңай емес мектепте, 2 мезгіл жұмыстамыз, таңертең келеміз, кешке келеміз үйге. Оның сыртында өзімнің балаларым бар, олардың сабағына қарау керек деген сияқты. Бірақ кітап адамның күнделікті күйбең тіршілігінен кішкене босатып, соны құлшынып тұрасың ғой кітаптың. Соны енді мына бетін оқып тастайын, 100-ші бетті оқып тастайын, 120-ші бетті оқып тастайын деп, сәл уақыт болса, сол кітапты оқуға тырысасың. Сосын тағы бір байқағаным, артық әдеттерден аулақ болуға, арылуға. Мысалы, асханаға барсаң отырып қаласың мұғалімдермен сөйлесіп. Бір 5 минут уақытың болса, Инстаграмға, Фейсбукқа кіріп кетесің. Жолда келе жатқан кезде де аудио кітапты тыңдап келе жатасың. Уақыттың қадірін білуге,
өзіңді бір тәрбиелеуге, сол жаңағы артық бір әдеттерден құтылуға, сосын мына өмірдің бір күнделікті бір күйбең тіршілігінен соның бәрін босатып, кәдімгі миыңда тыныштық болып қалады ғой. Сосын өзіңмен жарысу, өзіңді жеңу. 5-ші бетке оқып тастайын. Сосын менде мынандай әдет болды былтыр. Мысалы 7-8-ші бетке келдім бе, шаршап оқығым келмей тұрса, 10-ға дейін апарамын. Орысша айтқанда округлять етуге ананы, ол беттерді, 5-ші бет. Өзіңізге қойып қоясыз ғой да, бүгін мынаны оқып тұруым керек. Бірақ мен кейде әртүрлі техникаларды үйрендім. Кейде 20 минут техникасын қолданамын. Таңертең мектепке келемін, уақытым болмай, 20 минут өзімді жеміп кітап оқимын. 20 минуттен кейін жауып тастаймын. Сонда ми үйренеді екен. Ана екінші күн оқымай тұрсаң да, ми сенеді сен 20 минуттан кейін кітапты жабатыныңа. Солай да оқыдым. Өйткені ана конкурс болғаннан кейін оны сен бір рет оқисың, одан кейін оның мазмұнын есіңе сақтайсың, одан кейін оның фактілерді, деректерді есіңе сақтайсың, оның бәрі. Өйткені ол жаңа сізге тест шешуге және эссе жазуға керек қой. Әрине, соның бәрін басынан өткеннен кейін нетеді. Бірақ менің бір өкінетінім, 3 кітапты оқып, жаңағыдай өте бір сондай жоғары дәрежеде жауапкершілікпен қарап, ең соңы эссеге қатыса алмаған өкінішті. Мен больницаға түсіп қалдым, ауырып, май айында. Сол кезде мен сол қатты өкініп қалдым соған. Сосын кейін ойладым, мүмкін бір сондай бір ауырған жағдайда, мүмкін соларға бір жеке сондай бір күн қоюға болатын бет эссе жазуға. Енді аяғына дейін апарғым келеді ғой, қатысқаннан кейін. Бірақ мен әу бастан бірінші қатысқаннан бастап конкурста жеңем, орын алам, жаңағына сыйлықтарын алам, аяғына дейін эссеге дейін апарам деген андай ниет болған жоқ. Ниет менде кітап оқу болды. Өйткені күнделікті мынау тіршілікпен, жұмыстағы көп шаруалармен, балаларды оқытумен, үйдегі семьядағы балалармен біз кітапты және өзімді ұмытып кеттім. Сол үшін осы конкурсқа, ұйымдастырушыларына, осы конкурсқа өте дән ризамын, өз басым рахмет айтамын сол үшін. Бізде ризамыз, осындай біздің оқырмандарымыз бар. Жаңа айтып жатсыз ғой, нені осындай уақыт аз неде, уақыт талабы ғой қазір, уақыт аз неде, осындай кітапқа уақыт бөліп оқып жатсыз. Әрине жаңағы осы енді бұл жерде ынталандыру сыйлықтары бар ғой. Сол ынталандыру сыйлығына қаншалықты бұл оқырмандарды тартады деп ойлайсыз? Тартады деп ойлаймын. Былтыр ең бірінші басында балалар жаздыңдар дегенде, балалар бәрі де сыйлық деп сөйтіп балалар нетіп қалды, қызып қалды, бірақ артынан сыйлық туралы мүлде айтқанда жоқ. Оны біз мүлде, өйткені олар жаңағы неге қызықты ғой, шығармаға қызыққан кезде. Біз сол жаңағы кітапты аяқтау керек болды, сосын тест деп уже тесттің уақыты келіп қалады, содан оның процентін қарап жүресің, кім неше процент алды, кім қай неге өтті деп. Мен балаларға бірақ қолдап балаларды мындай қатты неткен жоқпын. Оқысаңдар міндетті түрде тапсыртады олай істеген жоқпын. Мен балаларға айтып отырмын, 50-60% ассаңдар болды. Сол сендердің деңгейлерің деп. Яғни балалардың фокусын кітапқа қарай бұруға. Сосын енді мен білемін ғой, балалардың жастары кішкентай болғаннан орта жолдан тастап кетуі мүмкін. Басында қызыққанмен әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Сондықтан мен үнемі балаларға психологиялық қолдау көрсетіп отырдым. Бірінші кітапты аяқтамасаң да, тесттен төмен балл алып қалсаң да, екіншіге тоқтама, жүре бер алдыға қарай. Әр кітаптың өзінің бір ерекшелігі болады. Әр кітапта әртүрлі бір өмірдегі бір қозғайтын бір тақырыбы, идеясы болады деп, соны айтуға тырыстым. Сосын арасында сұрап тұрдым. Оқытқан кітаптардың тақырыбы не? Идеясы не туралы деп, тек қана атауын ғана жаттап қалмасын деп, қандай идея, қандай кейіпкерлер, ол саған не үйретті ол кейіпкер деп, сондай сұрақтарды қойған кезде де балалар соған қызықты. Мен ойлаймын, балаларға қатты пайдасы тимесе биыл жазылмайтын еді екінші рет конкурсқа. Қайтып қатысып отыр конкурсқа. Енді кітап білім бұлағы деп, бұл кітап жаңа тәрбиені де беретін кітап. Көп жағдайда кітаптың көмегі өте көп қой, бірақ енді қазіргі таңда бір азайып кетті де, енді қазір осы міне байқаулар шығып жатыр, тағы белең алып жатыр. Енді мынау сіз өзіңіз осы кітап оқуды бала кезіңізде бастадыңыз ба? Әрине, мен анам да, әкем де мұғалім кісілер болған, қазір олар өмірден озды. Біздің кезімізде, мен бала кезімде біздің үйде бірінші газет журнал оқу міндетті болды. Мен өзім мектепте жүрген кезде Балдырған, Пионер, Ақжелкен, сосын жоқ, ол біздің кезімізде болған жоқ. Біздің кезімізде
Қазақстан Пионер деген газет болды, сосын Пионер журналы, сосын Зерде деген болды. Подростықтарға, жасөспірімдерге арналған журнал болды. Соның ішінде физика, химия байланысты нәрселер болатын. Содан кейін Карусель деген орысша, тағы да қалай еді, ұмытып отырмын қазір. Тағы да 1-2 орысша газет. Мен өз басым мектепте бала сол төменгі класста оқысам да 5-6 оны жазылатын. Әке-шешем жазатын журнал мен газеттерді. Сосын кітап міндетті түрде оқимыз. Біз үйде үлкен сөре болды. Ол кезде енді Совет одағында кітап әр үйде болу сондай мода болды ғой. Том-том кітаптар тұрады. Сол кезде мен дәл осы қазіргі балалардай 6-7 сыныпта Сайын Мұратбековтың кітабын, Әзілхан Нұршайықовтың, сосын кім Бердібек Соқпақбаевтың кітаптарын ең көп оқыған Сайын Мұратбековтың кітаптары есімде қалды. Мен сұр кітап көрсем мен жабысатынмын бірден соған. Өте көп оқитын. Ал жоғары классқа келген кезде барлық тарихи романдар, Есенберлиннің қандай сол кезде тарихи романдары болды. Алмас қылыш, Көшпенділер, Абай жолы 1-2 томын толық. Өте көп кітаптар оқыдым бала күнімде. Осы бір жазушылардың жаңағы айтып жатқан шығармаларының ішінде сізге бір қатты бір әсер еткені, бір есіңізден кетпейтіні, соны мына өмірде өзіңіздің бір қолданған нелеріңіз болды ма? Болды. Студент кезінде 1-ші курста ма, әлде 11-ші сыныпта ма Махаббат қызық мол жылдарды оқығам. Әзілхан Нұршайықов. Иә, Әзілхан Нұршайықовтың. Содан кейін қатты есімде қалғаны Бибігүл, қазір фамилиясын ұмытып тұрмын, Тауқымет. Оны мен осы 1-ші курста Толстой кітапханасына келіп оқитынмын. Өйткені сол кезде қолға бермеді, сол кітап біреу болды ма, мен оқу залына барып сол Тауқыметті оқитынмын. Содан кейін неше жылдан бері есімде қалды анау терезеден секіріп кеткені. Оның кейін мен содан кейін бір журналдан случайно сол автордың Қазақстанда мүгедектер ассоциациясының президенті екенін білдім. Анау бір жігіт тиісіп зорлайды деп терезеден секіріп кетеді. Өзі үлкен прокурордың қызы, ерке өскен әдемі қыз. Сөйтіп ол мүгедек болып қалады ғой, аяғын сындырып алып. Сол Тауқымет кітабы есімде қалды. Соның өмірде қазір бір қиындық жағдайда болған кезде үнемі сол кейіпкер есіме түседі. Сол өзінің прототипі екен ғой жазған. Қазір өкінішке орай автордың фамилиясын есіме түспей отыр. Бибігүл Тауқымет кітабы. Сол кітапты мен есе келе тағы бір рет оқыдым. Бірақ сол алғашқы оқығаным қатты есімде қалып қойыпты. Бірақ ол кезде 93-94 жылдары кітапхана суық, анау үлкен залда кітап оқып отыру мүмкін емес еді. Қолымызға қолбақ киіп отырып оқитынбыз. Отопление жоқ ол кезде. Сол кезде мен институттан шығып, общежитияға барып, жатақханаға барып, тамақ ішіп алып, жүгіріп сол кітапты оқуға келетінмін. Сол кезде бермейтін қолға сол кітап. Білмеймін не екен. Енді ол кітаптар санаулы шығар мүмкін. Экземпляр аз болған шығар сол кезде, солай деп ойлаймын мен. Енді қазір мынау электронды оқулық шығып жатыр ғой. Жаңа ұялы телефоннан оқимыз, жаңа аудио айтып жатсыз, тыңдаған. Енді қалай ойлайсыз, осы біздің мынау парақтап оқыған кітаптар дұрыс па, әлде электронды оқыған дұрыс па? Әркімге әртүрлі шығар. Мен екеуін де оқимын. Электронды оқимын. Осы конкурсқа қатысқанда мен 3-ін де кітап түрінде оқыдым. Кітапханадан алдым, біреуін сатып алдым. Өйткені болмай қалды. Соңғы кітап Хусейннің кітабы болмай қалды, мен оны өзім сатып алдым. Мен өзім кітап түрінде оқимын. Балалар біледі ғой, менде столдың үстінде кітап толып тұр. Қазір де менде компьютердің алдында кітаптар тұрады. Кітап түрінде оқимын мен. Сабаққа қатысты болсын. Ал енді кейде болмай қалған кезде ол қиналмайсың, электронға көшіп кетесің. Бірақ енді электронны көз ауыртады, шаршатады. Кітаптай болмайды ғой. Кітапты сен қолың аласың, сезесің, осы суретіне қарайсың, бетіне қарайсың. Мен кітап ыңғайлы, түрі де есте қалады, түсі де есте қалады кітаптың. Мен бірақ балаларға өзіме, мысалы, жаңағыдай былтырда конкурс болған еткенде, көбіне мен бұларға өзімде сондай қабілет не болғасын ба, балаларды да солай үйреттім. Көбісі ксерокопия жасап оқыды, парақтап оқыды. Соған қарағанда бәрібір де кітап түрінде дұрыс шығар. Мен өзім үйдегі балаларымда, өзімнің балаларымда кітап түрінде оқиды. Өте көп флиптан заказ береміз. Мектептің қасында Атамұраға кіреміз. Кішкентай қазір 1-ші сыныпқа қызым барды, оған да кітап түрінде сатып алып беремін. Суретіне қарасын деп. Енді міне алтын уақытыңыз бөліп келіп жатсыз ғой. Оқырмандарға айтатын бір жылы лебіздеріңіз болса, осы мынау байқаудың несін қалай айтуға болады?
байқауды әлі ары қарай жалғастырған дұрыс па? Қалай қарайсыз? Байқау жалғастырған дұрыс. Өйткені адам әртүрлі өмірдегі нәрселермен, себептермен, жұмыспен, оқумен, түрлі нәрселермен адам өзінде кітапты да барлығын да ұмытып кетеді. Сондықтан байқау керек. Байқауды ұйымдастырушыларға өте үлкен рахмет айтамын. Бұл бір халықтың сауаттануына, қазіргі кезде 21 ғасырдағы адам, сауатты адам деген ол оқу, сызу, жазу білетін адам емес. Ол оққаны туралы ойланатын адам. Яғни біз оны сыни ойлау дейміз. Сондықтан сыни ойлауды біз қай уақытта үйренеміз? Біз оны тек қана кітап оқыған кезде, оқығаны туралы ойланған кезде. Сондықтан осы конкурс ұйымдастырушыларға үлкен рахмет айтамын. Сондай бір халықтың дамуына, сыни ойлауына, сауаттануына, мына келешек балалардың бізден үлкендерге қарап бой түзеп кітап оқуына әрқайсымыз өзіміздің үлесімізді қосып жатырмыз деп ойлаймын. Сондықтан конкурс керек, қатысу керек. Конкурс туралы ағылшынша кітап 10 деп жазса да, интернеттен де барлық жерден де бірдей шығады екен. Мен кейде анау телеграм каналды таба алмай қала берем. Сол кезде интернетке кітап деп ағылшынша 10 десем болды, шығады, оқыды және жеңдеп. Сол жерде жаңағы жас ерекшеліктеріне байланысты тауып алып, барлық жағдай жасалған ғой. Электронды да тұр, қиналмайсың. Жаңа жастың үстінен бассаң кітап шығады, сайтқа өтіп кетесің. Сол жерден сосын кітаптарды алып оқисың, өте ыңғайлы. Замзагүл Мұратбекқызы, міне осы оқу және жең байқауына жаңағы өзіңіз ғана емес оқушыларыңыз да қатысып жатыр. Осы уақытыңыз бөліп келгеніңізге сізге үлкен рахмет. Жұмысыңызға табыс, еңбекте биіктей беріңіз, жоғарылай беріңіз, өсе беріңіз. Сізге көп рахмет. Келесі кездескенше амандықта. Рахмет, сізге де рахмет, шақырғаныңызға қуаныштымын. Қаншама құнды дүниелермен бөлісіп жатсыз. Міне жаңа балаларға да айтып жатсыз. Менің өзім осы сізді тыңдап отырып, осы жерде қаншама жаңағы кітапта дүние бар екенін, сіздің айтқан әңгімелеріңізден көп нәрсе түйдім деп ойлаймын. Сізге алғысымыз шексіз. Рахмет.